абайға қатысты ол кісінің ойлаған ойын күнделікті қасында жүрсіз, білесіз, абайға қаншалықты бүйрегі бұратынын жан-жақты түсіндіріп, жетесін жеткізіп айттыңыз. Төлеген ағамыз да айтты, президентіміз осы жанын берген абайға деп. Осындай мемлекет басшысы жанын беріп абайды сүйіп жатқан осындай президентімізден абай жұрты қашанда қасынан табылады. Жанын берген адамға неге дауысын бермеске? Сол себепті саяси реформалары, осы 7 жыл бойы жүргізіп келе жатқан саяси реформалар бұл заңды жалғасы, ата заң, барлық осы конституциялық құрылымның барлығын негіздеп, бүгінгі осындай жаңа заң туды. Оны өзіңізде жаңа халықпен кездескен кезде жан-жақты түсіндіріп айттыңыз. Шын мәнісінде бұл нағыз халықтық ата заң, конституция деп айтуға толық негіз бар. Оны президентіміз өзі де бірнеше мәрте қайталап айтты. Шынымен жаңа сіздің айтып отырған цифрларыңыз соның барлығын соған дәлел. Президент туралы 10 рет, үкімет туралы 7 рет, құрылтай туралы 12 рет, адам, оның бостандығы, құқығы, адам капиталы, жалпы адамға қатысты 30 рет деген бұл шын мәнісінде бұл нағыз халықтық құжат, басты құжат екендігінің айқын дәлелі. Енді шыны керек, бұл құжаттың да ата заңымыздың алдыңғы қазіргі қолданыстағы ата заңнан айырмашылық көп. Ең басты айырмашылығын өзіңіз айттыңыз, бұл қазақ тілінде, мемлекеттік тілде жазылуы. Оны жаңа сөзіңізде де келтірдіңіз. Өткен ата заңды, бірінші ата заңды жазған кезде 95 жылы 12 заңгер атсалысқан екен. Және Ерлан Таңбайұлына халықпен кездесуінде айтты, соның 9-ы өзіміздің жерлестеріміз, заңгерлеріміз болса, 3-і шетелдік. Ал бұл жолы 130 адам бас қосып, осыны ашық тікелей эфирде талқылады, оны онлайн режимде барлық ел болып көрді. Және күнделікті халықтың ұсыныс-тілектерін қолма-қол ертеңінде сіздер жауап беріп отырсыңыздар. Солай ғой. Сол себепті бұл заң шын мәнісіндегі халықтық талқылаудан өткен ата заң болды. Бұл енді халықтың көңілінен шығады деп ойлаймыз. Және де бұл ата заңның басты ерекшелігі де сол, жоғары лауазымда президенттің өзінен бастап бір мерзімде ғана сайланады. Одан кейін жоғарғы сот, бас прокуратура, барлығы осындай үлкен билік иелері ол бір мерзімде ғана қызмет атқарады. Бұның өзі де осы біздің ата заңымыздың жаңашылдығы. Ал президенттің туыстарының өзі білесіздер, билікте, саяси қызметте тіпті мына квази госсектордың өзінде де жұмыс жасамайды. Енді мына сөзіңізді қорытындылай келе айттыңыз, жаңа абай жұрты Семей елі ол қашанда руханияттың көшін басында, оған ешкімде дау тудыра алмайды деп ойлаймыз. Семей жері ол Алаштың алғашқы астанасы, Алаш зиялыларының ізі қалған қасиетті топырақ. Сол себепті бұл жерден абайдың шығуы да, жалпы абай шыққан жерден қазақ ренессансының жалғасы, ол Алаштың жалғасын табуда бұл тарихи заңдылық деп біз есептейміз. Сол себепті осында отырған зиялы қауым бұл сапалы контингент, мықты азаматтар. Былайша қазақтың тілімен айтқан кезде мүйізі қарағайдай сені түрмен атайын деген азаматтардың бар осы жерде тоғысып отыр. Біздің облысымыздан 3 бірдей халық жазушы шыққан, онымен де біз мақтанамыз. Қабдеш Жұмәділов, Әзілхан Нұршайықов, Мұхтар Мағауин сынды ағаларымыз осы жердің төл балалары, төрде отырған стипендия иегерлері, мына жерде халық әртісі, профессор Араб ағаларымыз, мына театр қайраткері Отантай ағаларымыз, Құсмел ағаларымыз, Тыншықбек ағаларымыздың барлығы республикаға танымал азаматтар. Тек қана осы Семейдің топырағында ғана белгілі азаматтар емес. Сол себепті жас буынды айтпаймыз. Жас буынды мына жердегі отырған ағаларымыздың шәкірттері осы залдарда отыр. Шын мәнісінде мықты ақыны да, сөз ұстайтын азаматтардың барлығы да осы біздің абай жерінен шыққан азаматтар. Сол себепті мына Ақтөбе мен Қостанайдан кейін мына Семей топырағына ат басын бұрғаныңыз өте орынды болды деп есептейміз. Сол себепті бүгінгі бас қосу, біздің халыққа өзіңіз көрдіңіз, тып-тыныш отырып тыңдады.
550 адам өте жан-жақты сапалы баяндама болды. Халық өзінің көкейінде жүрген сұрақтарына жауап алды деп есептейміз. Сол себепті мына бүгінгі мемлекет басшысын құрған осы жалпыұлттық коалицияның мүшелері өзінің деңгейінде халыққа жан-жақты мағлұмат бере алды деп ойлаймыз. Бүгін енді мемлекет басшысының жаңағы өзіңіз айтып өттіңіз, Семейге деген көңіл ерекше. Ол бастысы Абай облысын ашуы және театр салып беремін деп елдің алдында құрылтайдың отырысында Қызылордада айтуы, былтырғы Бурабайда айтқан жерінде де 3 театр бір театрда сырылысып отыр деп елге жария қылғаны, бір жылға жетпей, оны енді театр салу керек деп тапсырма беруі, бұл біздің Семей жұртын бір үлкен бір серпілтіп тастады деп айтсақ болады. Сондай-ақ үкіметке пәрмен беріп 300 орындық аурухана, облыстық аурухана салу туралы да тапсырма берді. Ал енді Абайға құрмет акциясын қолдап бастап барлық облыстарды жұмылдырып жату, енді бұндай біздің өңірде бұл төңіректе бұндай жағдай болмаған жағдай. Соны енді биылғы жылы үкіметтің пәрменімен, президенттің қолдауымен жүзеге асырсақ, бұл енді үлкен президенттің осы өңірге деген нағыз ескерткіші деп біз айта аламыз. Сол себепті бүгінгі жиынға келіп, қатысып, өз ойыңызды жан-жақты талқылап, өзіңіз айтқандай кейбір мінберлерден айтып бермейтін ойларыңызды осындай зиялы қауым алдында айтуыңыз біз үшін өте мәртебе деп есептейміз.